Саламатсыздар ма? Арнамыздағы тақырыбымыз present continuous workbook'тағы 27-ші бетте question. Осы жақтың сұраулы сөйлемі қалай жасалынады, оны алдыңғы students book'тағы тақырыпта мен түсіндіріп кеткем. Және де бұл тапсырмада workbook'тағы аралас тапсырмалар берілген, яғни present continuous және present simple'да. Okay, the first exercise number 1. Бұл жерде complete the table with the words in the box. Кестенің ішіндегі берілген көмекші етістіктердің біреуі жай сөйлемдегі болса, біреулері болымсыз түрдегі әртүрлі түрі берілген, яғни жекеше, көпше. Осыларды мынау бос орынға қойып шығуымыз керек. Окей, ендеше кеттік. The first, am I listening? Бұл жерде am көмекші етістік, себебі I есімдігі берілген. The second, is he немесе she it listening? Үшінші, are we немесе you they listening? Және short answers деген бұл жауап бергендегі қысқаша түрі қалай болады? The fourth, yes I am. Yes болғаннан кейін бұл жерде am болады. No болса мінекей no I am not. Бұл жерде мынау am әріптен кейін алдында төбе жағында үтір болатын болса, ол апостроф дейді, яғни қысқартылған түрі. Окей, yes, алтыншысы yes, he, she, it, is болады. 7. No, he, she, it, isn't. 8. Yes, we, you, they are. 9. No, we, you, they aren't. Жауабы осылай. Okay, next exercise number 2. Біз берілген сөздерден алдымен сұраулы сөйлем құрауымыз керек present continuous'ға, және де сол сұрақтың аударып, мағынасын түсініп, жауабын мынау нұсқамен сәйкестендіру керек. Нұсқаның ішінен табамыз. Okay, exercise number 2 дедім, иә? Мысалға мінеки бір where are you going? Сен қайда бара жатырсың? Нұсқасы болады to the train station. Пойыз станциясына бара жатырмын. Арғы 2. What is he doing? Сен жоқ, ол не істеп жатыр? Нұсқасы болады playing tennis. Яғни теннис ойнап жатыр деген мағынада. 3. What are they listening to? Олар жалпы не тыңдап жатыр дейді. D нұсқасы болады English pop songs. Ағылшын поп өлеңдерін тыңдап жатыр. The fourth, what is she studying? G нұсқасы болады. Ол қазір не оқып жатыр? G нұсқасы French and German. Француз және неміс тілдерін оқып жатыр дейді. 5-шісі Who are you writing to? Саған кім жазып жатыр? B нұсқасы болады My friend Paula. Менің досым Паула дейді. Соңғысы What are they eating? Олар не жеп жатыр? F нұсқасы болады Bread and cheese. Нан мен сыр жеп жатыр дейді деген жауап болады. Okay, next exercise number 3. Бұл жерде қараңыздар present continuous and present simple. Екі түрлі шаққа араластырып қоюымыз керек екен. Бұл жерде кестенің ішіндегі сөздер берілген, сөздерді міндетті түрде қолдануымыз керек. Okay, next. The first sentence. He's playing football. Mark is at the park now. Марк қазір паркте. He's playing football. Ол қазір футбол ойнап жатыр. Не үшін he is playing деп алдым? Себебі бұл жерде now деп қазіргі мына кілт сөз берілген. Осы жақтағыны сұрап тұр, иә? Okay, next. Екінші сөйлемін көреміз қазір. Мінеки Kara and Rosa watch TV 4 hours every day. Бұл жерде Кара мен Роза күн сайын every day. Көрдіңіздер ме? Every day күн сайын ол present simple'дың
кілт сөздер болып табылады. Күн сайын теледидарды сағаттап көреді дейді. Okay, next. My dad isn't working at the factory today. Қазіргі кезде, бүгінгі таңда, бүгін дейді, яғни менің әкем заводта жұмыс істеп жатқан жоқ дейді. He is on holiday. Ол демалыста дейді. Бұл present continuous болады. Келесі, they are watching a film about animals. Төртіншісінде, яғни бұның басында where are Ben and Sam. Ben мен Sam қайда дейді. Олар яғни жануарлар туралы фильм көріп жатыр. Бұл жерде қайда деген соң іс әрекеттің дәл қазіргі болып жатқанын көрсетіп тұр екен. Сонда бұл жерде are watching болады. Нақ осы жақ present continuous. Окей, бесіншісі. Maria is into sport. She plays basketball every week. Мария спортқа қатты қызығады дейді. Және де ол әр апта сайын баскетбол ойнап тұрады дейді. Яғни бұл жерде әр апта сайын every week present simple'дың меңдеп тұрғаны. Яғни ауыспалы осы шақ. Окей, 6. My mom is a doctor. Менің анам дәрігер. She doesn't work in an office. Ол офисте жұмыс істемейді. Жалпы жұмыс істемейді, ол дәрігер деген мағынаны беріп тұр. Okay, next exercise number 4. Біз мына жақта берілген жақшаның ішіндегі сөздерді present simple'ға ауыспалы осы жаққа немесе present continuous'ке осы жаққа қойып шығуымыз керек. Әрине мағынасына қарап, бірінші мына. Hi Anna, I'm on holiday in Kenya. We usually go on holiday to Scotland every year, but this year we do a safari in the Masai Mara National Park in Kenya. It's really interesting here. Every day we drive around the park and we see болады, a lot of different animals. My dad always takes a lot of photos of them. Төртіншісінде takes болады. Себебі always present simple'дың көмекші сөзі, кілт сөзі. Келесі, бесіншісі. I am looking out of my window now. Am looking болады. There are a lot of elephants and they are eating the trees near our hotel. Бұл жерде соңғысында are eating болады. Мінекей. Next exercise number 5. Бұл тапсырмада біз кесте ішіндегі берілген сөздерді құрауымыз керек. 6 түрлі сөз құраймыз және де міндетті түрде ішінде болымсыз сөйлемде болу керек құрағаныңыз, және де болымды жай сөйлемде болу керек. Және де present simple'да болу керек, және present continuous. Мінекей, мен құрағаным бойынша. The first sentence. I usually go to school at 8 o'clock. Бұл жерде usually'ді қолдандым, және де жай сөйлем болып табылады. Бұл жерде берілген жай сөйлем, Келесі. Omar isn't reading a book at the moment. At the moment қолданып present continuous'ке жаздым. Үшіншісінде. Rose cleans her house every day. Every day present simple. Яғни мінекей осылай қолдандым. Яғни Роза күн сайын үйін тазалап тұрады деген сияқты. Төртіншісі. I'm not playing now. Міне no сөзін қолданып present continuous'қа жаздым. Бесінші. She never swims in the swimming pool. Never, ешқашан. Алтыншысы. We don't usually listen to pop music. Don't usually. Болымсыз түрдегі берсе де, мына жерде usually деген тұр, Неке мына жерде not usually дегенге don't usually деп жаздым. Present simple да тұрған сөйлем.
Бүгін біздің сабағымыз осымен аяқталды. Келесі жаңа қызықты сабақты өткізіп алмас үшін арнама міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.